Отурыңыздар. Қолымда микрофон тұрғанда бір жақсы сөздерді дағы сөйлеп кетішке әрекет қылалы. Себебі біз еме жаңағы ата сақалы озуға бүтіп қалғанда бізден кейін шол жаштарыбыз тағы ошол нәрселерге көңіл бұрғанда жүрсін дегендейлі. Қырғыз шол тойға бала алып келгенде жақсы көрөбүз да. Мындай қолыңда бірөөсүнү жетелейбиз да, үйден шығып тұрып ойланып тұрып анан қошынаға кіріп тұрып, "Ей, баланча, жанағы мен балам менен тең балаң беріп тұрчу. Неге десе, тойға барғанда балам менен ойнап тұрсын, мен таңсылап алайын" деп. Ошоны онукunda кошала келебиз да. Келиңиздер, кадырлуу коноктор. Кадым бір заманда, узак замандарда bir шаарга bir жаңы падыша келиптир. Sen elingdi kanti бағасын деп ел суроо берсе, падыша айтыптыр, садака бергенди жок кылам. Ким өзүнчө байсынып садака берген болсо, жетим жесирге акча берген болсо, колуну чыканагыдан кесебиз дагы, үй бүлөсү менен даргасабыз деп канчалаган бай адамдарыбыз алакандары, колдору кесилип даргасылыптыр. Ошондой күндөрдө bir çölde bir kerven kelatып каракчылар тийип, эки гана адам тирүү калыптыр да ошол шаардын четине келсе, жалгыз үйдө bir үй бүлө бар экен, татынакай болгон кичинекей кызы бар экен. Жанакы кызы эшикте ойноп жүрсө, жанакы эки жолоочу келиптир дагы, "Кызым, шаарыңардын падышасы аябай катуу экенин биз билебиз. Сенден биз нан сурабайлы. Бекитип болсо дагы эки жутум суу алып келчи" деген экен. Ойноп кызы ойноп барып бекитип, эки жутум суу алып келип койгон экен. Дуалдын дагы кулагы бар болуп, көрүнгөндөн көрүнгөнгө жетиптир дагы. Хан ошол үй бүлөнү чакыртырып, кыздын колуну чыканагыдан кесиптир дагы, ата-энесине даргастырыптыр. Акылдан адашкан кыз тоо аралап күкүк сымал ырдап кетиптир. Ошондой күндөрдүн биринде жанакы падышабыз ууга чыгыптыр. Мергенчилик кылып жүрсө, жанакы аябай жакшы ырдаган үндү угуп калыптыр дагы. Арадан көп жылдар өткөндөн кийин сүйүп калыптыр дагы, ошол кызды аламын дептир. Байлыктын, өкүмдарлыктын күчүнө салыптыр дагы, алаканы жок кызды 180-нчи аял кылып алыптыр. Байлыкка, акчага, мураска жеткени менен жүрөгү махабатка жетпептир бечара кыздын. Арадан 1 жыл айланып, ханга өлтөнөктөй уул бала төрө бериптир. Дагы эле жүрөгү ханды сүйүп өттүр. Себеби ата-энесини даргастырып, бата берген тамак жеген алакандан айрылган адамды кантип сүйсүн. Арадан жылдар өтүптүр дагы, бир күнү аябай тамактарына камдап, баласыны белине байлап, тоо аралап качып жөнөптүр. Канча күн жүргөнүн билбейт, бир жерге келип аябай суусап, шараккан сайга келип, еңилип суу иче берерде, баласы сайга түшүптүр дагы, агып кетиптир. Асманды караптыр дагы кызыбыз, "Эй Кудай, кимге жамандык кылдым? Менин үйүмөн кимге жамандык кылды эле? Жалгыз көкүрөк күчүгүмдү тапсам монтип, bundan да ажыратып отурасың. Эмне үчүн?" деген асманга суроосуну Алла Таалабызга жетиптир дагы. Периштелерди адам кейпини кийгизип, түшкүлө дагы биздин кызыбызга жардам бергиле дептир. Биринчи периште келиптир дагы, аябай катуу дуа окуган экен. Сай артыны көздөй агып, баласы келиптир. Ошондо кыз айтыптыр, "Эми кеч болуп калды окшойт. Сайыңарды артка кайтарганыңар менен баламды кайтарып бере албадыңар" дегенде экинчи жолоочу айтыптыр, "Ошол сууга алаканыңды сал кызым" дептир. Алаканын салган экен, татынакай болуп кол бүтүптүр. "Өз алаканың менен балаңды алып көкүрөгүңө бас" деген экен, көкүрөгүнө баскан экен, бөбөккө жан кириптир. Ошондогу кубанычты жер жүзүндө болгон кубанычка теңей албайт экен. Кубанычка бөлөнүп турганда эки жолоочу кетип калыптыр. Бир маалда чакырып, "Акелер, кай жерден болосуңар? Кай уруудан болосуңар? Өлөр өлгүчө небире чөбүрөмө урукту кумма айтып өтөйүн, артыңыздардан дуа кылып жүрсүн" дегенде жолоочулар кайтыптыр дагы. Кайсы бир жылдар ушинтип кербен болуп келеатканда, чөлдө суусуз калып ыйлап келгенибизде, ушул экөөбүзгө 2 тамчы суу алып чыктың эле. Ошон үчүн экөөбүз кайра келдик дептир. Бул сөзүмдүн этегинде илгери
40 жылда келсе азыр 40 мүнөттө келет экен. Адамга жакшылык кылсаң, Алладан кайтат экен дегендей сөзгө келели. Биздин алакандай кыргыз элибизге хан келсе дагы өкүмдарлуу, бийлиги күчтүү, закону күчтүү хан келбесин. Биздин байларыбыз, колунда бар байларыбыз артта калган бейбачырага жетим жесирдин башынан сылап пешенесинен өп, бар жардамына аябаган үчүн биздин кыргыз ушундай шаан шөөкөт тойлорго келип отурабыз. Кыргызым үчүн бир алакан чаап койсоңуздар. Алакан чаап коебуз. Эми ушул ырымдын артынан дагы бир жакшынакай бир чыгарма аткаргым келип турат. Биздин Ыргызбай Абдыкадыров деген таланттуу акабыз туулган жерим деп ыр жазсан, артынан Жолдубай Кайыпов чыгып, ал дагы ата энеге ыр жазып, андан кийин Керим Турапов деген кыргыздын Кара суунун кулуну чыгып, апаң жапкан нанды сагынамын деп ыр жазган экен дагы. Артынан экинчи сериясы Айылга кат деген ыр жазган экен. Окшоштурушка аракет кыламын. Анда эмесе бир шатырата кол чаап койсоңуздар, Айылга кат деген ырын аткарып берейин. Eski tam kim durat kışlağımda, İvakta nesi çok de buzmalığa. Kömür tuğan bulun nemsilerge, Düğümülün dizmelerden sızmalığa. Yol boyunda kuruluş biri var de oyluğuna, Adilim akdilikten sallanır, Parmağın unutulur boyluğuna. Adilim akdilikten sallanır,
bir sыйлуу конокторубуз чыгардан алдыңда bir тамашалап өтөлү. Жанакы досу көптү жоо албайт, акчасы көптү доо албайт деген макалга таянабыз дагы. Жалгыз иттин үргөнү билинбейт, жалгыз жигиттин жүргөнү билинбейт. Жалгыз таш коргон болбойт, жалгыз дарак ормон болбойт деген макалдарга таянабыз дагы. Жанибек акабыздын жакшы көргөн досу олтурат экен. Бер кол чаап койсоңуздар, Нургазы аке Элмира жеңебиздин чачынан сүдүрөп да колуна жетелеп сөзгө чыгып койсун. Кол чабабыз. Баяктан бери сүйлөп атасыңар. Бирөөңөр ham şu Жанибек аке айтпадыңар, дагы бала чакалуу болот. Мен шексип атасыңар бул кишиден. 60-70 деген кишилер болгон го илгери, мындай коркпой эле айта бергиле. Келиңиздер кадырлуу коноктор, анда мисалы сөз жол досу чыкканда да бир тамаша нерсе эске келип кетти. Bir досунукуна барса, чоң үйгө кечке мал төшөк салып берген экен. Эми эле жатканда жанакы жаңы келген досу айтат экен, Жанибек уктай элексиңби дос десе, жок уктай элекмин дос. Не болду десе, ошо бир 100 000 акча берип турбайсыңбы десе, уктап калдым. Ушундай достордон болгула деп коелу. Анда мисалы сөз Нургазы акебизде. Кол чабабыз. Ушуак кечиңиздер менен урматтуу агайын туугандар, ошо бүгүнкү кештин күбөлөрү, колдоочулар дегендей. Бүгүн ушу Жанибек досубуз, аяшыбыз, Айнаш эке ушу неберелеринин жентек тойунда турат. Кудай кааласа, ушулардын ой тилегидерге максаттары ишке ашсын. Күйөө балдар, аяш кыздарыбыз бактылуу болсун. Досума жалпы келген туугандардарға мен терең ыраазычылык билдирем. Ушу аяш балдарыбыз отурат, аяш кыздар отурат. Дайым ушул жерде эң жакшы той мына бир жумадан бери тойдо тура жүрөбүз. Бүгүнкүдө той болгон жок, Кудай кааласа деп ойлойм. Анан ушу алып баруучу бойдун Кубатка рахмат терең ыраазычылык билдирем. Менде Кыял деген карындашыбыз бар. Кубаныч деген инибиз бар. Узун кабинетте турабыз. Дайыма жакшылык болсун. Жасыңыздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Дайым тойго бергиле отура берели. Рахмат, чоң рахмат. Не дейм дагы ошо Жанибек, Айнаш ошо неберелериңердин өмүрү узун болсун. Дагы абдан көп неберелерди көргүлө. Чеберелер болсун дагы. Чеберелердин тойлорунда ушундай жакшы күндөрдү өткөзүп жүрө берели. Ошо эки неберенин өмүрү узун болуп, ошо ата энесине күйүмдүү жаштардан болсун, кыздарың дагы бактылуу кыздардан болсун. Конечно, жүз таңсылам десін. Қана месе қадырлы қонақтар, атайын көтеріп келген сый білегіне чын жүректен қабыл қылуылады. Қол чағып тұрыңыз. Уағында алған нәрселерді бүгін бергіле, жерелектер болса беріп қойсаңыздар, мына невере чөйре шыңой батыр береміз, құда қаласа. Сені маэстро, бұл Нургазыга суранып қалды да бер чыгып, ушундай бийле берсе эл, бир эки куплетке ушу менин атымдан болсун деп мындай ниети калсы экен да, жакын досу экен, жакшы көргөн, сый урматтуу. Анда эмесе мейли сиздин дагы шагыңыз сынбасын, сиздин шагыңыз сынгыча шайтандын мойну сынсын дейбиз дагы. Жалпы бийге чыгабыз. Келиңиздер. Бийлей тургандар бийлейбиз, бийлебегендер бийлегендердин арагы менен тамагына тийбейбиз дейбиз дагы. Ортага чыгабыз, акалыңыздар. Кол чабабыз дагы Нургазы акабыздын атыбыздан болсун. Эки композиция. Бийер! Hoppa! Biylebegen pilu musun benden? Kaç oldu? Yapma! Mölder közün sındır sözün, yaşı kolun kelöysün, kalırınla kalsıda tüzün. Senin desin karamay, кездесуге келмай, менен басқа сүйгенім бар ма? Сенен десең қарамай, кездесуге келмай, менен басқа сүйгенім бар ма? DJ будет представлять. Бір қыз көрдім әдемі, нетке сұлу жөнеді, мархабатқа әлегі әдемі. Орындылар арман, болсаң менің жан жарым, сала көрме жаңабым арманым. Бір қыз көрдім әдемі, нетке сұлу жөнеді, мархабатқа әлегі әдемі. Орындылар арман, болсаң менің жан жарым, сала көрме жаңабым арманым. Қиылған қыстары, қолаңғаған шаштары, өзіңе ғашық, маңайымын тастары. Қиылған қыстары, қолаңғаған шаштары, өзіңе ғашық, маңайымын тастары.
жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым болып кетті сағатым, күте қосылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аяулым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Алты жарым болып кетті сағатым, күте қосылды ғой тағатым. Енді қанша күтем сені аяулым, күте беріп ауырып кетті аяғым. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Алты жарым, жеті жарым, сегіз жарым, тоғыз жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ. Шалғайымды білесің, тағы күліп жүресің. Кездесуге шақырсам, ағаң ертіп келесің. Маза бермес шәкілбай, екен хата ойпырмай. Ағаларың бар сенің. Өзінің ұрматы үшін шығып биле бергеніңіздерге тойыңызды той қылайық. Себебі мына тойға келгеннен кейін жеңелерімізбен, ежелерімізбен да тамашалашып қаламыз да. Бұларға да бір-екі тамаша ырғытып қойылы. Бұл бір әкеміз айтып тұр, бір сюрприз қылайын деген ұқсайды жеңелерімізге. Алтыным ертең 8 март шық еткен тамғалардан 5 айт ошол белекті ертең берейін десем, жеңелеріміз ойланып тұр, өлі сразылы норковый шуба деп тұр. Молодец, шуба. Екіншісі норковый шапка деп тұр. Шапка деп ойланып тұратымызда. Ширлянт, шалтын, шепішка, шөйкі деп есептей баштап тұр жеңелері ұшындай. Табеті күшті болады да. Алтын балық тұту алып тұр бір ежеміз. Мұнау енесейден. Алтын балық тұту алып, 3 қалуыңды айттыңыз еже. Орында табыз десе, мәйлі дейтіміш тағы. Үсіп көлдің бойынан 5 этаж үй, балама машина, чалыма машина, маға машина, мойныма бірлянт, үстіме балам, бостан, бұл бір деген екен. Балықтың есі оғы өліп қалып тұр жерділерші. Бұл қырғыз екен деп түрлі ойланып тұр. Кейінгі шыға тұрғанда бір сұйлы біздің қонақтарымыз бар екен, жаңағы ежені көріп сіңдесет деген мақалға таянағыстағы сұйлы қонақтарымыз екен. Бізге шол Айнаш ежеміздің сіңдісі деп жаздырып кетті. Чолпон деген айымыз аға қосылып, Медер жана Бурулай деген ат аталған қонақтарымыз болса, белек бечкегіне қош мәлі трактор пакет сакеттені қолчаға тұрағы санамы сияқты. Бала чаған алып келеді кесіп. Үсті мұна қонақтары қана сіңдесі, келет асып сіз? Сіз бе? Келе өріңіздер. Анымыз сыйлавас дейді, баш кесмек бар, тіл кесмек жоқ, анша адашы олады той башқаруда. Мұна ататылған қонақтарымыз шықты. Шол Жануяқа сый ұрматыңыз бар екен, уақыттарын бөліп, қадірсіңді кәсіз, жердештеріңіз, үкілеріңіз, келіндеріңіз, ежелеріңіз, қарындаштарыңыз келіп отырады. Значит, жақшы тілектерменен келгенде, чөйчөктерді бір жаңырсаңыздар, бізден қонақтарыңызға сөзге қарауыз. Тағырақ айтқанда Медер мырзаға қол чабабыз санамыз, бір заңғыраты бір қол чабабыз, ұйқыны ашып. Саламатсыздар ма? Бүгінгі күнде жақсы дастарханда отырған ұлы урматтуу қонақтар. Бүгінгі күнде Жанбек жезде, Айнашыжа, неберелеріңіздердің өмір ұзын болсын. Ушул неберелерді тапқан ата-энелери бактылуу болсын. Кудагыйлар кот айтмакчы 1000 жылдык болсын. Не калат теле кылсаңыздар, ушу тилек максаттарга жетиңиздер. Айнаш эже ушу небере кулук болсун.
сіздерге чынден соолук узун өмүр, ушу небереңиз сизге күйүмдүү, бактылуу жаштардан болсун. Сіздерге дагы ушу чоң ийгиликтерди каалайм. Ушу кыздарыңыз бактылуу болсун. Неберелериңиздин өмүрү узун, сіздерге күйүмдүү, жакшы неберелерден болсун дейм. Дырдайым дегендей болуп кетти да. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, атайын ушу бүгүнкү тойго ушу неберелерин куттуктап, сый белек көтөрө келиштер, кабыл кылып алалы. Кол чаап турабыз. Кош келипсиздер, маэстро. Başınızlardan kalbak, jelkеңіздерден жолық düşmesin diye. Aynaşıca bolanı verseniz, kelip koysanız, aynaşıca ver жаққа асыңыз, Жаныбек сізді кірсеңіз мындай. Елді маңайыны беріп, жақшынақа қылып көтеріп алыш үшінші мындай да. Эми ары бір үйді еркек адам қожайындық қылады да, тура барыз эле. Қожайынбыз дейбіз тағы жаңы үйлөнгөндө мындай деле ойлап баштайбыз жашоону, башынан карма деп анан кийин карыгандан кийин эле үйдө качагар болуп карыйбыз да акырында. Аялдар секен сөргө барып, жакшынака жолуктар салып, масыларды кийип анан мындай бир тамаша сөз да. Кемпир айтып атат экен чалына. Ey, бала чака кетти, кыздар да турмушка бердик. Эми мен казан аскандан кийин бир сенден бөлөк эч ким жок, кичине бир картошка арчып коюп койсунбу? Десе мен эркекмин деп, картошка арчыймбы деп. Тиртиң деген экен. Эркексиңби деп колуну жууп тур дагы. Жүрчү мына үйгө. Десе картошка кана кампир деп издеп жүрөтмүш. Атабыз ошондой да, эми ушинтип карайт экенбиз да. Эми мындай да. Мына ал ортодон Атаназар ака бул командага карасын, жанында турган Акжол эжекебизден бул жагы Айнаш эжебиздин командасы болосуздар, бул жагы Атаназар аканын неме Жаныбек аканын командасы болосуң. Силер дирижер болосуңар. Азыр үйдө ким хозяин экенин мындай ыр менен, кол чабуу менен билдиребиз го. Мындай, команда менен да. Анан уят кылбагыла Жаныбек аканы деловой турган менен, костюм кийген менен кыйла эле начар экен деп калат да. Анан ошон үчүн биринчи Жаныбек ака баштасын, мына указканы берем, мына дирижерлук. Мындай кол чап турасыз, давай депчи. Эл билген ырдырдайбыз да, мындай. Эл билген биз музыка менен баштаа беребиз. Мындай үндү чыгарып, бийик ырдаш аракет кылабыз. Сиз мындай барасыз, кол чап туруп мындай. Себеби бул команданы паска өчүрүшүбүз керек да. Короче, Айнаш эженин командасын. Маэстро, музыкаңыз даярбы? Жүрүңүз Жаныбек экөөбүз. Кеттик, кана эмес мында. Кол чаптык биринчи, кана маэстро. Кеттик, музыканы коебуз. Мына сен бек бар битилерин айтканбыз, окуучулук күндө барыбыз билесиз да? Катуура кылдайбыз. Кол чапты. Evimizde tatma kalır payını. Haydi Müzistikte dondularım. Ötkünleşte bugün turamın. Attimin oşolmala. Nacarlo. Buna Aynaşçı'dan ülü söylese iyi başkanı. Aynaşçı'dan atızlar. Buna komanda. Koldu munda kılla muştu kötörgülen barılar. Barmaktı çıkargıla. Paska karat dur buna komandan. Dep bağılan. Başladı bize. Bilgeler oz katura. Maestro kana mesela kettik Aynaşçı'nın komandasına. Var oz bilgeler altına yaşa üstünler. Hadi bilet muhabbeti. Başla.
Молодец. Вообще молодец. Басыңыз жаңа, молодец. Мына конкретныйлер тақалып қалды ға жаңа, ха? Үйде кім хозяин екенін білмей қалды, ха? Молодец. Мұнша жашқа келгеннен кейін аял байрақты алсын дем, болды дем, ха? Молодец. Рахмат, чоң рахмат. Қол жапқаға бізден бейбілер өскен азаматсыздар. Мына сізді сыйлап келген адамдар өскен. Електі шул жерде тұрған келін кесек аял заттарына тапшырып қойын. Үйге күйеуіңіз келгенде не деп досы боласыз? Үйге күйеуіңіз келгенде не деп досы боласыз? Контейнер қанады. Не деп досы боласыз? Жұмыстан келдік. Еркек жұмыс үшін жаралған біз ондан бөлек іспен айта алмайсыңыз, да? Мында сұрасыңдар мұны. Үйге күйеуіңіз келгенде не деп досы боласыз? Не деп досы боласыз? Жақсы келдіңіз. Жақсы келдіңіз, жаман келген болса кетпей үйге. Çoğu mına eşekелерді. Siz ne de dost olasınlar mına akam gelgende? Geldin bir canım, geliniz dedi. Canım geldim, bir canım dedi. Молодец ha. Siz aytmazsınlar kanşacı, uyga çalınız gelgende ne de dost olasın? Salıp geldin dedi. Başkaca teyze alalım. Başkaca teyze alalım, teyze alalım gelgende. Böyle canlı adam. Siz ne de dost olasın? Sizce? İşten çarşamba geldiniz mi? Çarşamba geldiniz mi de? Ayakta akam, uyda mı? Öyle. Aytıp koyamız çarşabasını вообще. Bu ayaklar şu kaçan basıcı erkekte çarşabada öyle жүріп öyle toşuyorsun. Uyunuzga koçayınımız gelgende ne dep toşuyorsunuz siz? Şimdi toşuyorsunuz. Ne dep toşuyorsunuz? Alınmakmış olaydı. Juda alın sözünü. Çaks bolsa al usta olmazsa çalıştır bu. Жақсы келдің бе? Қонақ бұл келіп қайра кетеді. Құды қонақ келді. Жақсы келдің бе жаным? Үйренсің көрме жастардан? Не деп досы болуш керек? Үйге келгенде күйеусіні? Айтпайм. Вообще кірбе деп. Мына берді мына жақшынақай келіндері отырады. Не деп досы боласыз сіз? İşten çarşıya geldiniz. Çarşamba kim kana деп. Деме sizde дағы ake turmuş бар да туралы үйде чир башталғанда чирді кім шығарады? Чирді жеңі шығарады. Жеңі шығарады, молодец, конечно. Деме аяқ заты шығарады да. Бұның айта тұрған нерсем bir ақсақалдан сұрап қалдым. Ака, ақсақал қанша жыл болды кемпіріңізбен жашағаныңа десем 60 жыл болды, 60 жыл. Үйіңізде чир болған бұл? Десем, қатынға теңелесін бе дейді. Десем, қатын ұрыш баштағанда 100-ге қойып қачыш керек деп қойды. Қаяққа қачасың? Же подвалға дейді, же томбашқа чекеш керек деп қойды. Жашау қандай аттанан десем, оғылым 30 жылы томбашыда, 30 жылы подвалда тұрдым. Анан айтты, 8 бала қаяқтан десем, 3 күнде үйге келетілім деп қойды. Елахим ешкімдің үйінде ұрыш талашқа болсын. Әке мұнашы чақанырақ белекте үйдің естен қауқыл қойса, аялыңыз шыр баштаған үшін. Жеңем қайсынасы? Бойды бару? Конечно, отырсаңа чыр ұлық та үйдің әке. Аялды жаныға қырмаға отырыш керек. Амайлы, қош келіпсіздер, азаматсыздар. Күн тойдадағы сыйлы қонақтарымыз бар екен. Сайра, Бақтыгүл жана Минаш бұл? Туралы айтты ма? Минаш деген айымдар бар екен, ұлылардың, ұлысы сұлулардың сұлусы айымдарымызды сөзге жетірейіз. Қол чабабыз! Соңғы жұмыс сол қолыңда ача жөйірді қойды. Қонақтарымыз шығыптыр сый белектеріменен. Андамесе чөйчөктерді бір сыра жаңырсаңыздар. Бүгінгі бізден Марлен жана Айлин қызымыз үшін алып отырсаңыздар жарышы өрет. Сөз ежекелерімізді. Қол чабабыз да, конечно. Конечно, қол чабабыз. Қонақтар, бүгін танышатамыз біз. Айнашты бүгін аяшымды бүгін көріп атқан. Акам болып кен арбен. Ушу Марлен мен өкі бақтылы болсын, өмірлер ұзын болсын, Құдайым денсаулықтарын берсін. Қалғанына орыстардың жерінде жүріп атамыз, қалғаны көп кетті. Ушу сілерге да бақтылы қарылық, шу неврелер жетіліп.
ушундай эме кылат. Ушинтип жакшылык күндөрдө, тойлордо кездешип жүрө берели. Мээнетиңер томолок болуп, томолок түшсүн дагы, дөөлөтүңөр башыңарда дайым жалпак болуп жармашып калсын. Ошондой байлыктардын, дөөлөттөрдүн, ушундай жетишкендиктердин эмне деп келгенбиз ушактарга, эмне деп келбедик, ушулардын баарын ниеттерибизге жетип, айларыбызга кайталы. Ne diyeyim, Canıbek aylaştır. Sizlerin cedir toyuna kutlu olsun. Şu kızların ömrün versin, devrelerin ömrün versin. Uşuların жақсы сыйларында жүрүңүз өтпөй. Bundan ары daha жақсы toylar жүрүп, денсаулыкта жүрүлө коелу. Sizlerden soluğunuzda olsun, жаштар бактылуу болсун, öğretmenleriniz ömür uzun болсун. Рахмат. Жақсы сөздерден кейін жақсы белектерini қабыл қылып алайлы. Алақанша аулар болсын. Азамат башымыздан қалпақ, башымыздан жолы түсті. Bizi sözümüzчү эми сумсак болуп калгансың, сен манастан чубак келмекен. Биз бир куплет бүтүп коелу. Конечно. Кыргыздын чарчышкаларынан кабыл алып коюңуздар. Чер жазалы туугандар, чер жазалы. Куда сөк бололу эл катары. Эки жаштын эртеңки бактысы үчүн айланайын туугандар, кагылайын кудалар, бир батаңды. Айланайын кудалар, кагылайын туугандар, бир батаңды. Ызгар экен туугандар, ызгар экен. Сизде кыз бар, биздерде уул бар экен. Кудайдын мунусуна миң ыраазы. Tanıştırgan sizlerdi, tanıştırgan bizlerdi, balдар eken. Tanıştırgan sizlerdi, tanıştırgan bizlerdi, balдар eken. Молодец. Қол чабуулар болсын. Қыздар, қайқар іш бар демде, сіздермен қандай іш бар ле? Ондайда Сайрагүл эжебиздин жакшы көргөндөр бар экен да, бир эл жалпы бийге чыксын деп суранып калды. Ушул тамактын ортосунда дагы бир жалпы бийге экинчи антырагыбызды акыркы жылдары 2015, 2016, 2017 дагы мода болуп атат Гүлжигит Сатыбековдун Исфана деген ыры менен ачайлы дагы жалпы бийге чыгабыз. Жакшы бийлегендерге белектерибизди бере баштайбыз. Маэстро, кеттик. Сайрагүл эже, конокторду алып чыгың ортого. Кеттик, молодежь.
Ай қолдырды сұлулық Көз жашымды көрсетіп Dasturxon olanlar 15 min talik alып тұрақтығандар келіңіздер. Құдақ тартып алалы дейді. Темі бүгін туаға кіргенден кейін билеш, сүйлеш елемес шу сый тамақтарды да көріп кетіңіздер. Ет келетат темі ошу қуырдақ. Жер жүзінде 3 еле ел ет жейді екен. Қырғыздар, қазақтар анан қаршықырлар жейді екен. Ләм тішті шығып отырып қалла. Жемесең түшке кірет, жеп қойсаң тішке кірет дейді қой. Алдынан бір дұрайлы, артынан бір дұрайлы деп сөйлеп қойыңыз ғой. Ошон үшін баяғы қырғызға қырғыз тіліне, өзбек тілін оқытат екен де, орыс тілін оқытат екен таза сөйлеш үшін. Ысық тамақ келді, қойып жедемді толық сөйлесіз керек. Оны біз жайлаймыз. Мына тамақ келіп қалды, алдынан бір дұрайлы, артынан бір дұрайлы деп жайлаймыз. Ошон үшін көйчөктөрдү жаңыртып ысыктап болсын алганча отуруңуздар. Орто жериң ток болсо, колу бутуң шок болот дейт. Курсактайбай пресстеп туруп, анан жарыштарыбызга, бийлерибизге чыгыш аракет кылабыз. Шамакыры күндөрү элди шанга бөлөп, көпчүлүк тойлордо эл башкарып дегендей жанакы казактар айтмакчы асаба, орустар тамада деген болсо, кыргыздар эрке бала деп дайыма артыбыздан өсүп келаткан жигиттердин бири десек болот. Өзүнүн укулуктуу ырлары менен өзүнүн күйөрмандары бар экен. Анда эмесе бир кол чаап берсеңиздер, Майрамбек инибизди чакырып коелу. Кол чаап коебуз, кана эмесе Майрамбек. Tamam zaten olsun. Elesin göz alnında gitarını okusam Onudan biraz hanım Notasınları yazsam Onudan biraz hanım Algındı eski tutsam Algını oşu geçti Gitara önü koştu Ah dili düşkünleri Ah kıynak giyen bir geç Ah kıynak giyen bir geç Gelelim senizden Gelse de boşalmayram Vakit gün biz yolukkan Bayga baygalıp durmam Yürekti jaralapsız Sura baygalıp durmam Adı çok kalıptırsız Ah koynuk bir geç bulun Adı çok kalıptırsız Aldın oşup geçti
Gitarayını boştu Ak diye düşkünleri Ak kıydaki gembi geç Ak kıydaki gembi geç Kaynasın gelimizde Gelse de boşanmayalım Vakit gün biz çoluktan Bardayımın ışın geçti Cederden önüm sizce Oksanız eğer beni Kaçmanız havuz şeriye Görsünüz eğer beni Dolu biraz bir yer Aldım hoşum geçti Gitarayını boştum Ah diye düşkünleri Ah kıydaki gembi geç Ah kıydaki gembi geç Kaydasın gelimizde Gelse de hoş olmayram Vakit gün biz yolukkan Tamamıza tatlı olsun da geçen gelen mektulansın Tamamızlar tatlı olsun, toylarımızlar kutlu olsun demekçi kelingizler. Daha bir sıylı konuklarımız çakırardan aldın, daha bir jakşı sözlerimizni süylep öteli. Daha bir jakşı bayqı içip oturgan jerde şan şöketте süylenip kalgan özünüzdün tostları barga. Tost ele tügönse kerek, oşol janakınday süylep alıp otura beringizler janakı işen ozunday tar bolbой, ozunday tar bolbой, tүйүндөй кең болойлу, арактай ачуу болбой. Tunuk bolaylı, çakıra çukura dangire, arak içip gangire de bir öylelerde aytып, mınдай süylep alıp otura beringizler. Daha bir jakşınakay tosubuz var mı dejurный. Akkan suunun bari arak bolsun, toğ taştın bari tamak aş bolsun. 6 gün demel iş bolsun, 1 gün iş bolsun, oşo kundagı toylarga tuş bolsun dep koyup çetken aramız açıldık da buldagı. Alıp oturuңuzдар, ilayim бүгүnkү ошол небере тойлорубуз, жээнтек тойлорубуз жалпы журт айтып жүргөн окуясы болсун, чөнтөгүнө салып жүргөн Nokia'сы болсун дагы, Майрам менен Салиха кайненелеринин настоящий ксерокопиясы болсун. Кайнене менен келиндин не беласы бир чыксын дейт. Искрасы кошо чыкпай бизге. Булар ошол Benim de karındaşım үйde жүргөндө başkaça kılık жоруктары бар эле деми баба. Анан турмушка чыгып 1 жыл айланып, 2 жыл айланып келгенден кийин эле кайненесиндей басып калат экен өздөрүнчүлөндөй. Алышты кара, нар жакты, бер жакты кара. Бул кыз бала ушул ташы үйрөнөт экен го. Ташы берет экен. Колунда жок болсо деле ташы берет экен. Апасы келгенде кыздарым келди деп бир татынакай жолук салынып калса дагы бирөө секен көз кысып туруп салынып көрбөйм апа, мага жарашабы экен деп башына салат тагынан жарашты десе, рахмат апа деп эле ошондо кошо сүдүрөп кетишет. Ошон үчүн бак тилек кылат экенбиз да. Toylarda köp süyleyüz go, kep taşıbay şu sep taşıgan, et taşıgan, söz taşıbay, töş taşıgan, süt taşıgan, süt taşısa dağı büt taşıgan dep aytat eken şu kız bala обязательно kelip şu ata jagынан taşıp ketkendi jakşı көрөт экен. Bir aksakal menen kempirdin Fatma Zura degen kızı var eken. Үйde oturganda kempir aytat eken, "Ey çal. Kızlar turmuşka ketti, bir barıp kavar alıp koysoңçu desen, an bir koydu soyup jarımını alıp beçer aksakal birinci Fatma'nın üyüne var, vay konoktogундан keyin Fatma aytatmış, ata şu kүйөө балаңыз экөөбүз bir үйгө жете турган кыш куйдук эле bir жума күн тийип берсин, үйүбүздү тургузуп алалы десе, о мен Аллах акбар, эсен ама şu үйүңөрдү тургузуп алла bir жума жамгыр жаабасын деп эртеси күнү Зуранын үйүнө келсе, алдагы аябай сыйлаптыр дагы. Ata deyt eken şol buğday ektik ele jamgır bolup atat, bir juma jamgır jaaсын batağыңызды бериң dese, o men Allahu akbar, ilayim buğdayыңa şunday jamgır jaap, şunday aябай түшүм algıla деп анан үйүнө барса кемпири, kızlar тынч мекен çal,
Dese tınç. Emi жаңғыр жаса, Патма жаңғыр жабаса, Зура енесini көрді деп қояды екен. Біздің аталарымыз да ушундай таамай сүйлөгөн адамдар болгон экен. Баягы кайнене менен келиндин зубаласы бир чыксын дегендеги дагы бир татынакай сөз айтып кетели. Кайненеси жаңы келген келинге айтат экен: "Ой келин, үйгө конок келгенде аерди шыпыр, чай алып кел, балан пустан тамак жаса" дей берсем, кошуналар дагы айтат: "Жаманыраак келин алып алган окшойт" деп. Ошон үчүн намек менен сүйлөшөлү, сен дагы түшүн. Аябай чаңкадык дегенде чай келип калсын. Кошуналардын үйү аябай таза экен десе, өзүңчө эле шыпырып кал деп мындай намек менен сүйлөшүп. Бир күнү энеси турса эле келин саат 11 болуп атат экен, уктап атат экен. Не деп ойго түшүнүп билбей арыбасы, бербасы ушул төркүйгө кирсе, мышык уктап аткан экен. Енемиз дагы мышыкты терип тургашындай окшоштур. Бир тепкен экен мышык деген бойдон эшикке чыккан экен. Артынан келин кошо жүгүрүп чыгып кетти. Енемиз деле ой болуп чыгып, "Шумалга чейин дагы уктайсыңбы? Жешти дагы билесиң, укташты дагы билесиң" деп эле мышыкты каргап эле урушуп атса, келинибиз айтып, эшикке чыгып алып келини корозду кармагып уруп атат экен. "Же өзүң уктабайсың, же элди уктатпайсың" деп корозду жүрүп атат. Келиндерибиз да капасын. Эми бул тамаша сөздөрүбүз бар, ошол керек эмсага айтам, келиним селук деп ушул кайненелерибиз тарбиялаган үчүн ушундай кыргыз элибиз өнүп өсүп келатабыз. Жана бирөөсү айтып кетти, 10-чу небереси деп. Конечно, бул америкалыктар I love you деп бир баланы пландаштырса, орустар "Я тебя люблю" деп гүлдөрдү подарка кылып, бир бала, бир кызды пландаштырса, биздин татынакай болгон кыргызыбыз маражак бережак менен эле бир ондон балалы болуп атабыз, Кудай кааласа мына. Өзү зорго 6 миллионбуз, эми көбөйүштүн дагы мындай пландарын жүргүзөбүз да. Акыркы убактарда мисалы молодежьдорубуз Кудайдан дагы кыйын болуп калышты го. Жөн эле пландаштырат, бир 2 жыл, 2-3 жыл демалайлы. Анан качан керек маалда дешип өздөрүнчө мындай пландаштырып калды. Ушул нерселерди дагы чоң адамдарыбыз айтып өтсө, Кудай берген нерседен отказ кылбашыбыз керек экен. Өзү эркектер айтып коебуз, аялыбызга боюнда бар маалда эркектер менен отурган жерде, аяшыңар уул төрөбөсө ажырашам деп беребиз го. Ажырашам, айда берем керек болсо деп сүйлөйбүз. Өзү Кудайдын бергени жакшы экен да. Бир жигит кыздуу болуптур. Жаңы үйлөнгөн маалда аял айтат экен: "Келиңиз алтыным, бутубузга туруп алгыча үйгө келген конокторду киргизбейли, чыгым болот" деп үйлөрүндө жатса, бир айдан кийин баланын ата-энеси келип эшикти такылдатса, койнунда жатып алып айтат экен: "Сөзүңүздө туруңуз, эркексизби?" Бечара ата-эне 1 саат эшиктин оозунда туруп кайра кайтып кетиштир, үйүндө жолугушат экен. 6 айдан кийин келинибиздин ата-энеси келген экен. Дагы койнунда жатып алып, "Эми бир жолу ачып коноктоп койсоңуз өлөсүзбү? Алыс жерден келди, палан пустан" деп сүйлөп атып, 1 саат 2 саат конокто узаткандан кийин, 1 жылдан кийин татынакай кыз көрөлгөн экен. Жанакы бала 10 күн той берип турган, көрүнгөн менен ичет экен. Бир дос келип айтты: "Досум, мынча эле татыраңдайсың, 4 уулум бар го" десе, деп ыктытып туруп, "Зато бо досум, эшик ача турган төрөлдү" деп коет экен. Кыз баланын дагы баары жакшы болот экен, периште болот экен үйдө. Анда эмесе келиңиздер, дагы бир сыйлуу конокторубуз келиптир, сөзгө чакырып алалы. Нурмамат, Манас, Эделбеш жана Аида деген конокторубуз болгон болсо, белек печкегин алып сөзгө келип койсун. Маэстро. Келиңиз Жаныбек ака. Айнашча, келип туруңуз. Коноктоса тургандарыбыз бар. Дагы бир жолу ушул чөйчөктөрдү жаңыртып турсаңыздар, маанай бийик болот дегендей, баягы арак ичиңе кирип сырыңды сыртка чыгарат деп коет го. Сырдашып, баарлашып, тааныш электер болсо таанышып, мындай ушакташып дейм да. Ошондой сүйлөшүп отуруп тургула. Анда эмесе биздин конокторубузга сөз ыйгарабыз. Көңүлдү бийик көтөрүп, кол чабабыз, колу боштор. Колу бош эместер жер тебебиз. Assalamu alaikum. Tamam urvattılar. Assalamu alaikum tuğanlar. Bugünkü bana geçen konukları kuş gelip sizi barınızlar. Bana şu aynı şey Janibek'e. Jentek toyumuzlar kutlu olsun barınızlar.
Sizlerge ömür densoluk bolsun, uşul nevelere sizlerge kүйümdүү балдардан болсын, Şu tozulga dayım taşlıkta da kataş bir öğrenim, men kalarım uşul. Ar dayım taşlık sizlerge. Саламатсыздар, бүгүнкү кеченин коноктору. Мына бүгүн жаштарга болгон неберелериңиз төрөлүп отурат. Ошол балдарга биз не дейбиз? Узун өмүр, келечеги кең, ата-энесине, сиздерге бүт баарын эл журтуна үйүндүү балдардан, кыздардан болуп чоңойсун. Ошондой эле ушул балдарды тапкан ата-энесинин өмүрү uzun болсун, тилеген ой максаттарына жетсин. Сиздерге ушундай небере чеберелердин дайыма ушундай жакшылык күндөрүндө жүрө бериңиздер. Ушундай талашканыбыз сый болсун. Ушул дастарканыңар дайыма наңгат болсун. Тоюңар той болбонсун. Мен ошону каалап келдим сиздерге. Айшата, неберелериңер кут болсун, өмүрү узун, ата-энесин сыйлаган, сиздерди сыйлаган, балдардан болуп чоңойбушсун. Силердин үй бүлөңөргө да ден соолук, дайыма ушундай жайылган дастарканда көрүшүп жүрө берели. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Рахмат. Аябай жакшы сөз сүйлөндү. Жакшы тоса айткан үчүн эжекебизге белек бар. Кол чабып коебуз дагы. Белек тапшырабыз. Кош келипсиздер. Жөн эле келсеңиздер деле болду. Рахмат. Сиздердин атыңыздарга да бир аздан кийин аябай бий беришке аракет кылабыз, Рахмат. Эми кадырлуу коноктор, өткөндө бир жерде шүтүп ырдап атсам, бир аке чыкты дагы кубат. Канчадан ырдайсың деп калды эле, сүйүн акча берет окшойт деп, 500дөн ырдайм ака. Десем 1000 сом берип калды эле. Дагы ырдаймбы десем, мынаны ал дагы ырдабай эле койчу ка деди го. Ошон үчүн эми анча-мынча ырдашка дагы аракет кылып атабыз. Эми эл башкаргандан кийин шаарды мэр башкарса, тойду мен башкарам да. Не кылат элеңер келгенден кийин угаздар дегендей эле. Азыркы кийинки аткара турган композицияны билгендер болсо баштарын кыймылдатып ырдашка кошулушка аракет кылыңыздар. Жакын досу Нургазы акабыздын урматына болсун. 18 жаш деген ырымды аткарып берейин. Шатырада бир кол чабыңыздар, келиңиздер.
Şimdi aka inemizin oyun üstüne koydular ve kanday çocuklar bu günler baktığın nesilerde rahmat şu dostumuzun nevlerinin toyunda şu жақсы oturuyoruz. Toyunda rahmat günler öğretmesin hiç kanday. Daha toyda cayım oyun seni kuvvetli yana kitege bağlı çıkarıyoruz. Rahmat sizlerge. Terin tazim edem çok kişi olsun terin rahmat edin. Çok rahmat sizge de. Şu bayakı sizler gana bir şol bizde talqudan ötközüңүздөр, toydan toy kalıp saldыңыздар. Bu da bizden şol terip jegen tuz nasibimiz eken, kızmatты şol toydun eğleri razı ola turgan dengелге чейин aparışqa hareket kılabız. Savatыбыз жоқ bolsa da şu el başkarışa hareket kılıp atabız köpçülüktün көңүлүн alıp degende. Эми мондай кылабыз. 3-чү антрагыбызды дагы жалпы биге чакырабыз. Шол Атаназар акабыздын урматына болсун. Композицияларыбыз ошондон кийин жанакы сөзгө чыккан акелерибиз, эжелерибиз азыр жакшы бийлегендерди ортого алып чыгабыз дагы ушул бийден карап турабыз жакшы бийлегендерди. Анан берек беребиз. Жарыш жүргүзөбүз дегенде эле кылалы. Жалпы бийге келиңиздер. Кадырлуу коноктор, кийинки композицияларыбызды биринчисини Атаназар акабыздын атына кабыл кылып коюңуздар. Маэстро. Boştan çıkıp çantamın Bişkek'e çok kesip düş gördüm ben bir kez. Görgümde de olmuş kızım kış gördüm, iş gördüm. Aptaldım ömrümsüne düş gördüm. Boş Bişkek çorumda ayrılanım Mercedes canımdağı sürgünüm Mercedes'ten kendimi. Boş Bişkek çorumda ayrılanım Mercedes canımdağı sürgünüm Mercedes'ten kendimi. Bir mezgilde men düşündüm oygundum. Çocuk gidip özümce bir doldum. Görgüz düşüm aylansa demem. Anday düşler çağar igen gönlüm. Boş Bişkek yolunda ayrılanım Mercedes canımdağı sürgünüm Mercedes'ten kendimi. Boş Bişkek yolunda ayrılanım Mercedes canımdağı sürgünüm Mercedes'ten kendimi. Ordumuzdan чылбай турат экенбиз могул жерде чоң возрасттагы акелери суранып калды. Пахта терген маалда ырларды коюп бергилечи деп. Дискотека 80-десятых. Кеттик канамызы бийлебеген